Барбиге де тиісе бастайды. Салдарынан ұрыс шығады. Олар полиция бөлімшесінен бірақ шығып, басқа киім кию керектігін түсінеді. Және базардан киім ұрлап қашып кетеді. Бірақ ұзаққа бармай тағы бөлімшеден бірақ шығады. Шындық қуыршақтар ойлағанда емес болып шықты. Ол сұр және күңгірт. Билікте болса ерлер, ал қыздардың рөлі барынша азайтылған. Кент мұны Барбиге қарағанда тезірек түсінеді. Жігітке бұл әлем ұнай қалады. Ол басқа адамдардың қимыл қозғалыстарын үйрене бастайды. Барби өз иесін табу үшін ойын бір жерге жинақтап, терең ойға батады. Оның ойынан бір отбасы өтеді. Онда әйел мен қызының бейнелері көрініп, ойыншықтардан бас тартқандықтары сипатталады. Барби ол адамдардың бейнелерін есте сақтап қалып іздеуге кіріседі. Ал шын өмірде еркектердің орны ерекше екенін түсінген Кент, өзімен бірнеше кітап алып басқаларға патриархат туралы айту үшін Барбилендке оралуды жөн санайды. Содан кейін бізге Барби қуыршағын шығаратын кеңсені көрсетеді. Онда полиция қоңырау шалып, олардың ең танымал ойыншығы Барби нақты әлемде пайда болуы туралы хабарлайды. Компания басшысы